Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен баклажаннан дайындалатын өте оңай салат дайындаймыз. Қажетті заттарды описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен баклажандарымыздың барлығын турап аламыз. Қатты жіңішке қылудың қажеті жоқ, қуырылған кезінде өзі кішірейіп қалады. Баклажандарымызды турап болғаннан соң ыдысымызға салып, үстінен салқын суымызды құйып, тұзымызды сеуіп қойып қоямыз. Келесі кезекте бізде болгарский. Болгарскийді видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Және де огурцилерімізді осындай мөлшерде етіп турап аламыз. Сәбізімізді теркамыздан өткізіп аламыз. Помидорларымызды тураймыз. Өте оңай салат, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Қарапайым заттардан дайындалатын салат. Келесі кезекте 2 чесногымызды майдалап турап аламыз. Баклажанымыздың суын төгіп, қолымызбен қысып, артық суын алып тастаймыз. Бір пиязымызды турап аламыз. Енді пиязымызды қызып тұрған табамызға кішкене май құйып қуырамыз. Үстінен болгарскийімізді салып, 1-2 минуттай қуырып аламыз. Болгарскийімізді қуырып, ыдысымызға салып қоямыз. Үстінен сәбізімізді, чесногымызды және помидорымызды саламыз. Енді қызып тұрған табамызға баклажанымызды 5 минуттай қуырып аламыз. Огурцийімізді үстінен қуырылған баклажанымызды салып, үстінен соусымызды 3 қасық құямыз. Уксустан 1 чайный ложка құямыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне әсемдеу үшін кунжут септім. Өте дәмді болып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеоларыма лайк басып, қоңыраушаны басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.